Біз елміз ғой, біз халықпыз ғой. Қазақстанда міне туымыз бар, әлем мойындаған. Біріккен ұлттар ұйымы тәуелсіз мемлекет деп мойындаған. Дауыс беру құқымыз бар. Паспортымыз бар қолымызда, Қазақстанның паспорты деген. Біз дүниеде сұрауы жоқ, ешкімі жоқ, халық емеспіз ғой біз. Мына 5 миллион қазақ, 5 қазақ болса бір сәрі, 5 қазақ болса, енді өздері қаңғып неғып жүр дейсің. Ол Қытайда қазақ, Қытай басып алған қазақтың жерінде отырған қазақ. Мына жерде Советтен қалған, мына қусирақ, жаңа Советтің жаңағы өтірік тарихына сенген бір сұмырайлар бар. Өзі топас, өзі білмейтін және білгеннің тілін алмайтын, Құдай атқан, қарғыс атқан сұмырай бар. Неменеге Қытайға қашып кетті, Қытайға қашпау керек еді дейді. Немесе Назарбаев 30 жыл шақырды ғой, сол кезде неғып келмеді дейтін көсем бар. Өкпеге қисаңда өлімге қимайтын қазақ. Келмеген қазақтың келмесе өз себебі бар. Қазақстанға көшіп келмекті көріл, сен бір ауданнан бір ауданға көшіп баршы. Ауылыңнан өміріңді Алматыға қанша рет келіп көрдің, сен соны бір ойлап көрші. Құжатпастылықты бір ойлап көр. Ол жерде кедей қазақ жетеді. Құжатын жасай алмайтын, ауданның бетін өмірінде көрмеген, таудан түспеген қазақ жетеді. Бұл бір. Екінші. Ол жер Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы, Баркөл, Мори. Ол қазақтың жері, кешегі қазақ хандығының жері. Абылай хан бабам, Қабанбай бабам қылышпен қорғап қалған жер ол. Ол қазақтың өз жері, қан алып, қан беріп, әрбір түйір топырағын қазақтың қанымен суарып, аман сақтаған жер. Кеше оны шүршіттер жаулап алды. Шүршіт деген буржуазиялық Қытай мұра қалып қалды. Буржуазиялық Қытайдан коммунист Қытай мұра қалып қалды. Кезінде Сталин Шығыс Түркістан Республикасын қазақтардың қолымен қайта құрды. Оспан батырдың, Елісхан батырдың, Сүлеймен батырдың, Акбар батырдың, Сейіт батырдың қолымен Шығыс Түркістанды қайтадан құрды. Бірақ Сталин ең соңында Қытай коммунистеріне бұл жерді сатып жіберді. Себебі Ялта келісімі деген екінші дүниежүзілік соғыстағы келісім болды. Ялта келісімінде Совет одағының Шығыс Еуропаны жаулап алғанын көріп, Черчилль мен Рузвельт, Англияның сол кездегі премьер-министрі Черчилль, Американың президенті Рузвельт, енді Совет одағын одан ары ірге кеңейтуге апармау керек. Ал енді біздің Совет одағымен Германиядан кейін Советпен соғысатын шамамыз жоқ деп, енді Англияда бірде-бір территория алмайды, Америкада бірде-бір территория алмайды, сен де бірде-бір территорияны жаулап алмайсың. Мынау Шығыс Түркістан Шыңжаңды Совет одағына қосып алмайсың деді. Сөйтіп Сталин шарасыздан Шығыс Түркістанды сатты. Ол онсызда Қытайды мен қолымды ұстаймын, Қытайды кәдімгі Совет одағының бір вассал елі, шылауындағы ел сияқты ұстаймын деп беріп жіберді. Сонымен Оспан батыр тұтқындалды. Оспан батыр тұтқындалды, өлімге үкім етілді, Шығыс Түркістан жоқ болды. Ол қазақтың жер, Шығыс Түркістан, бүкіл Шығыс Түркістан емес. Бүкіл Шығыс Түркістан емес. Мынау Тянь-Шань тауы мен Алтай тауының ортасында Тарбағатай тауы бар. Осы Ерен-Қабырға тауы, яғни Тянь-Шань тауы, Алтай тауы ортасында Тарбағатай. Осы үш таудың ортасындағы екі ойпат қазақтың жері. Ал ұйғырлардың жері ол мына Тянь-Шань тауы мен ана Памирдің ортасы, Такламакан құмының маңы, Қашқар, Қотан, Ақсу, Күшар деген өзінің қаласы бар. Ол өз жері. Ол да ұйғырдың ата бабасының жері. Мен қайталап тұрып айтам, ұйғырдың жері сол жақ. Мына Ілеге келген ұйғырлар, мына Жетісуға келген ұйғырлар кезінде жұңғарлар құл қылып, айдап, егін ектіруге алып келген ұйғырлар олар. Олар сол жұңғарға егін егуге келген, жұңғардың тұтқыны болған құлдар, солар. Ал жұңғар кеткен, жұңғарды қазақтар қынадай қырып жеңгеннен кейін қазақ хандығы кезінде біздің Қабанбай бабамыз Үрімжіге дейін алып, Үрімжіге дейін сол жерде Шүршіттің әскерімен келісім шарт жасап, Шүршіттің әскерімен шекараны бекіткен. Кейін қазақ хандығы әлсіреген кезінде Шүршіттер қайтаға Ілеге дейін жаулап алды. Сөйтіп, орыс қазақтың батысын жаулап алғанда, Қытай, яғни Шүршіттер қазақтың шығысын жаулап алды. Қазақтың жерін екіге айырды. Шығысында шығыс қазақтар қалды, батысында қазіргі Қазақстан қалды. Орыс жаулап алған. Қазіргі
Саратау, анау Павлодар, Петропавл, Қызылжар, Кереку, ана Абайдың әкесі Құнанбайдың жайлаулары қалған Семейдің ар жағындағы жерлер, мына қазіргі Каспийдің солтүстігіндегі жайлаулар, ана башқұрттар жасағанға дейінгі сол жердің бәрі қазақтың жері еді. Қайсысын қазақ ала алды? Қазақтың бірінші астанасы Абылай хан бабамыз ту тігіп отырған жер Орынбор деп орыстар өзгертіп алды. Сол жер қазақтың жері еді. Алаш арыстарының бүкіл архиві неге Орынборда тұр? Ол қазақтың жері болатын, қазақтың астанасы болатын. Бейне сол жерлер бүгін орыстың жері болып қалған сияқты, Іле, Алтай, Тарбағатайымыз Қытайдың жері болды. Іленің бергі бетінде міне Іле дариясы тұр. Тарбағатайдың арғы бетінде Тарбағатай, бергі бетінде Тарбағатай. Қалың Найман-Керей уақ жасап отыр. Алтайыңды төртке бөліп алды. Ар жағда Алтай, бер жағда Алтай. Міне, осы жерлер қазақтың ең шұрайлы жерін жаулап алып қалды. Сондықтан міне жерде бір нәрсені айтамыз. Қазақтың ежелгі жер. Енді сен осы жердегі қазақтарға араша түспесең, онда Тоқаевтың несі керек? Тоқаевтан жаңағы мына қызы, мына қарындасымыз бен әпкеміз бен үміт сұрап, жылап еңіреп отыр екен міне. Тыңдамағандар қайта тыңдаңыздар міне. Қазіргі Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы біздің президентіміз. Бірінші сол кісіден көмек сұраймын, екінші халықарадан көмек сұраймын. Қытайда қазақтарды в общем қырып жатыр, есіктеріне құлпысап тастаған, далаға шығармайды. Қазір міне дәлел сыфатымен сізге видео жолдап отырмын. Таудағы қазақтар қар басып қалған, малдары в общем қырылған, қатты қиналып жатыр. Мал емес, өздері қырылып жатыр қазір. Малдары аштан қырылып жатыр. Жүрегі қазақ деп соғатын президент болса, көмек сұраймын. Егер қазақ деп соқпаса, қазақ керек емес десе, бізге ондай президент те керек емес. Шын айтамын. Өйткені қазақтар қазір хал үстінде жатыр, қырылып жатыр. Өзіміз азғантай қазақпыз ғой. Қазақтың жоғын жоқтас екен деймін. Халықарадан көмек сұраймын. Адамның құқығын қорғайтын бірлескен ұйымнан көмек сұраймын. Не айтарымды да білмеймін. Мен жүрегім қатты ауырып кетті. О жақтағылармен хабарласып алмаймыз. Біз мына жақта қадыржан ішіп жеп отырмыз. Олар бір шыны тамаққа зар болып отыр, білесіздер ме? Білмеймін, не айтарымды да білмеймін. Көмек сұраймын мен. Қытайдағы қазақтарды жоғын жоқтас екен деймін. Барып тексерсе екен деймін. Өтіріктен ауру шығарып қамап қойғанына жүрегім қатты ауырады. Халықарадан көмек сұраймын. Қазақ елі көмектесіңіздерші. Сіздерден ақша талап етпейміз. Тек қана Қытайдағы қазақтардың қазіргі көрген күндерін елеп ескеріңіздерші.